Assalamualaikum құрметті достар, бұл Кәсіпкер құпия каналы. Қош келдіңіздер. Ораза айы құтты болсын, Рамазан айы құтты болсын. Яғни достар, бүгін Кәсіпкер құпиясы ол пластик терезе. Яғни пластик терезеде сол арқылы қанша ақша табуға болады. Кез келген үйде пластик терезе бар. Міндетті түрде осы каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, колокольчик басыңыздар, және де таратыңыздар. Комментарийге жазыңыздар, егер осы видео ұнаған болса. Ал кеттік, қанша бір терезеден қанша қалады? Егер сложный болатын болса, бір терезеден 20 мыңға дейін қалады. Қанша уақытта үйренуге болады? Бір ай, ары кетсе 2 айда үйренуге болады. 5 мыңға көбейткен кезде 600-700 мың теңге табуға болады, екі бала болады, 16 жасар бала. Заказ көбейген кезде, жұмыс көбейген кезде, сіздің жұмысшыларыңыз жұмыстан жалығып кете ме сонда? Сондай болып тұр ғой, жұмыстан жалығады уже. Не себеп болған? Ауысып демалдырғанның өзінде де шаршай ма или жұмыстан шаршайды. Іштері пісіп кете ме? Бір айда қанша табуға болады? Минимальный есептеп көрдіңіз бе? Жұмыс жоқ деп, и жаңа сезон кезінде, и сезоны қашан болады? Жаңағы жоқ дегеннің өзінде 500 мың табуға болады ғой. 500 мың теңге. Сезонда 2 миллион теңгеге барады ма? Сезонда 1,5 миллион, 2 миллионға дейін табуға болады. Ассалаумалейкум достар, бүгін біз пластик терезе түсіруге келген едік. Пластик терезе қанша ақша табуға болады, және де сезон бар ма, сезон жоқ па, жаңағыда қай айда оның сезоны, және де пластик терезе осы қазір Украина мен Россия соғысқа қатысы бар ма? Өйткені бізге Қытайдан, одан кейін Россияға келіп барады товар. Одан кейін Россиядан бізге Қазақстанға келеді көбісі товар. Келесіз бе, Маке? Келсем ба? Қазір толық товар сіздерге қай жақтан келіп жатыр? Бізге товар негізі основной сырье дейді ғой. Сырье, иә. Сырье Қытайдан, Россиядан келеді ғой. Қытайдан, Россиядан келеді, бізде Қазақстанда өндіріп жатқан қазір тек қана аспан ба? Бұл Шымкент облысы бойынша. Шымкент облысы бойынша. Аспан, иә? Аспан істелініп жатыр. Одан басқа бізге шыға ма? Алматыдан шығарылады. Алматыдан шығарылады ма? Алматыдан кави. Обязательно салыну керек, түгел толықтай салыну керек. Мысалы, терезенің корпусы болса, қай жерінде қандай корпус бар, соның бәріне түгел салыну керек. Бұл металл качествоны ұстайды да. Күннің ыстығында айнымайды. Айнымайды, сондай качествоны ұстайтын нәрселер бұл. Бұл мен анау өзімнің үйімде де бар да, домдамыз ғой енді. Сол жерде мысалы есіктер айнып кететін сол себеп болады ма бұлардың? Темір салынбағандары болады ма? Темір салынбаған екен, олар айниды уже. Темір салынған екен, каждый 30 сантиметрден шуруп ұрылған екен, ол айнымайды да ол. Бұл жерде жаңағыдай 3 не болып бөлінеді, качество жағынан жаңағыдай 3 камера, 4 камера, 5 камера болып бөлінеді. 2 камералықтар бар, иә? 3 камера, 4 камера, 5 камера. Сөйтеді қашады ғой сөздің ашығы. Сондай случайлар болды. Ол ақшадан қиналған емес мендегі мастерлер. Ешқандай қиналған емес, осы уақытқа дейін. Заказ көбейген кезде, жұмыс көбейген кезде, сіздің жұмысшыларыңыз жұмыстан жалығып кете ме сонда? Сондай болып тұр ғой, жұмыстан жалығады уже. Не себеп болған? Ауысып демалдырғанның өзінде де шаршай ма или жұмыстан шаршайды ғой соған қарағанда. Жұмыстан шаршайды ғой соған қарағанда. 70 мың теңге деп айтып кеттіңіз ғой бір терезе. Разница қанша ойнайды? 10 мың, 15 мың теңге разница ойнай ма? Мысалы, тағы да мысалы 3-ке бөлінетін болса терезе, мына жақта төбеден 2-ке бөлінетін болса. 15 мың теңге. 5-10 мың теңге разница ойнайды ғой, 5-10 мың теңге разница ойнайды. Қоңыр бұл жерде ақ материал, одан кейін қоңыр материал болып бөлінеді. Қоңырдың түрлерін енді клиент өзі таңдайды ғой. Ақтында түрлерін өздері таңдайды. Мысалы 4 камерамен істеткісі келсе 4 камерамен істетеді. Олар уже 70 мыңнан асады олар да, 4 камералар. 3 камерамен істетсе, 3 камера сол 65 пен 70 мыңның аралығы. Почти 70 мыңға дейін барады. Қоңырлар уже 90 мың мен 100 мыңның аралығы ғой. Полный комплект подоконник, москитный сетка, ішкі сыртқы подоконникмен бірге. Ішкі сыртқы подоконникмен бірге. Команда болды, олар өздері рұқсат сұрады да,
біз істеп жатқанымызға 10 жылдан астам уақыт болған негізі деді. Негізі менде бір где-то 1 жылдай бірге істестік қой. 1 жылдай бірге істестік. Сол жігіттер біз өзіміз отдельный бөліп осындай отдельный ашайын деп жатырмыз деді. Сөйтіп ол кісілерге жол жобаның барлығын түсіндіріп жібердім. Қиыншылық болып жатса хабарласып сұрап тұрыңдар, білмеген жерлерін сұраңдар дедім. Ол кісілер біраз енді 10 жыл уақыт, көп уақыт қой негізі, 10 жыл бойы істеген жігіттер, олар таза мастерлер, олар енді бөлініп, өздері отдельный болып, отдельный жаңағыдай сеға ашып, солай істеп кетті олар. Бірақ енді оларда енді кәдімгі қарапайым шурпайвер деген сияқты қымбат оборудование емес, әшейін простоймен бастап кеткен. Простоймен бастап кетті. Средний орта есеппен қанша тауып отыр деп ойлайсыз олар, ол кісілер? Ол кісілердің средний орта есеппен 250-300 мыңдай тауып отыр деп ойлаймын. Клиенттер негізі жарнама баннер арқылы келеді, основной, и OLX арқылы келеді. Сарафанный. И сарафанный клиенттер келеді. Постоянный клиенттерім бар өзім. Жаңағы ол терезені енді қандай качествода істедің, соған байланысты клиенттер іздеп келеді ғой өздері. Өздері іздеп келеді. Сіз пластик тереземен қанша жыл болды айналысып жүргеніңізге? Қазір 3,5 жыл болды ғой. 3,5 жыл болды ғой. Айналысып отқан. Бұмен қалбашы негізі қалай келдіңіз и қаяқтан үйрендіңіз? Негізі мен Астанада түріктерде жұмыс істеген, түріктердің фирмасында осындай витражный, осындай үлкен витраждарда да? Үлкен витражный жұмыстарда істеген. Қанша жұмысшы жұмыс жасап жатыр цехыңызда? Қазір 4 бала жұмыс істеп жатыр ғой. Оларға объеммен бересіз ба или айлық төлеп бересіз ба? Мастерлерге объеммен берем, ал подсобниктерге күнделікті. Айлық қой. Қанша уақытта үйренуге болады? Егер ебі болатын болса, 1 ай, ары кетсе 2 айда үйренуге болады ғой. Біздің көрермендер болса, ал ебі болмаса, онда 6 ай, 1 жыл, 2 жылға дейін созылуы мүмкін. Өзіне байланысты дейсіз? Өзіне байланысты. Егер де осы кәсіппен айналысам десеңіздер, құрметті достар, құрметті көрермендер, 1 айда, 1,5 айда үйренуге болады. 1 айда қанша табуға болады? Минимальный есепте көрдіңіз бе? Жұмыс жоқ деп, и жаңа сезон кезінде, и сезоны қашан болады? Бұдан негізі сезон жоқ, бұдан негізі да, істейтін адамға сезон жоқ. Оның өзінің жаңағы техникалары бар. Клиенттерді қай жақтан табу керек. Сезон жаңағы жоқ дегеннің өзінде 500 мың табуға болады ғой. 500 мың теңге. Сезонда 2 миллион теңгеге барады ма? Сезонда 1,5 миллион, 2 миллионға дейін табуға болады. Мақсат мырза, келешекте дамыту жолдары қалай болып отыр сізде? Келешекте осы жұмысты қазір енді биыл енді өте қатты қарқында кірісіп жатырмыз. Енді алдағы уақытта осы пластик материалдарының шығаратын аппараттарды алып, осы пластик материалдарын өзіміз шығарсақ деп пландастырып жатырмыз. Станоктарды алып. Осы станоктар Түркияда бар, қазір Қытайда бар. Қазір бір $30 мың ақша тұрады екен. Соларды пока шамамыз жетсе, біреуден бастаймыз ғой алдағы уақытта. Біреуден бастап, алдағы уақытта осы Аспан, Кави, Смарт деген үлкен алпауыт фирмалар сияқты, солар сияқты дамытсақ деген алдағы жобалар бар. Сізге яғни $30 мыңға шамаңыз жетпесе, сізбен серіктес болатын адамдар керек па сізге? Керек. Ондай серіктес бірлесіп деген сияқты. Бірлесіп істейтін ондай жаңа спонсорлар болатын болса, ол керемет болар еді негізіне. Жұмыстың бәрін өзіміз істейміз. Ол кісі ешқандай проблемаға араласпайды. Тек қана жаңа офисінде отыра береді деп. Станокты жүргізе аласыз. Сіз пластик терезенің несін әкеп берсіз, сізге аппараттарын әкеп берсіз, сіз яғни оны жүргізе аласыз. Жүргізе аламыз. Оның сериялары қай жақтан келеді? Өзіміздің Қазақстанда бар ма? Қытайда, Россияда, одан кейін Өзбекстанда ғой. Основной.
қазір Өзбекстанда бірақ ең қымбаты Өзбекстан сырьелар. Основной ең арзаны Қытайда. Аппараттар. Ол мастерлердің барлығын тауып сөйлесіп болғанбыз негізі. Түркияның мастерлері әкеп орнатып бәрін колхозына қалай жүргізетін процестің барлығын өздері жауап береді. Бұзылса да өздері жауап береді. Ол кезде осы өзіміздің осы Шымкентте олардың арнаулы сол процестерді жөндеп отыратын мастерлер тағайындап қойған. Келісім шарт бар, келісіп болғанбыз олармен. Тек қана бізге сол дайындық керек екен. Общий құралдарға қанша ақша кетеді? Общий құралға грубо простой станоктарға, кәдімгі біз сияқты станоктарға. Мынау мысалы 45 градус дейді, Иә, 45 градус, одан кейін үтік бар, одан кейін течкорез бар. течкорез, шурповерт, болгарка, болгарка, препаратор и кабельдер. Средний қанша? Кабельдер. 400, 500. Общий 700-800 мыңдай ақша келеді. Бірден бастап істеп кеттіңіз ба, или қалай, или бір цехта істедіңіз ба, пластик тереземен айналысу үшін қай жерден үйрендіңіз жалпы? Мысалы, біреулер жаңа айтады, мен өнерім бар, мен ютубтан үйрендім дейді. Или сізде де сондай бір не бар ма? Өнер бар ма деп жатқан ғой? Иә, бізде өнер болды ғой негізі. Алдын жаңа плотник болып жұмыс істегеннен кейін өнер болды да. Бір-екі мастерді жалдап солай жұмыс істедік басында. Кейін солардан көріп, ары қарай дамып кеттік. Жалпы сіз мастер тауып, мастер өзіңіз жалдап, примерно білесіз сен терезені. Сол жалдағаннан кейін сіз өзіңіз үйреніп кеттіңіз. Көп кәсіпкерлер, мысалы, бір кәсіпті бастайды да, ортасына или соңына дейін жете алмай тастап кетеді. Не себеп болады оған? Бұл кәсіп болғаннан кейін бұның қиыншылықтары көп та негізі. Клиенттермен келісе алмай қалу дегендей, ішкі проблема, сыртқы проблема бар. И жұмыстың ауырлығы бар. И жұмыс істейтін процесстер жаңағы, мысалы, вовремя жеткізе алмай қалса, уже клиенттердің проблема шығады да. Сондай нәрселер көбейгеннен кейін ол кісілер шаршайды да, и сондықтан шыдамастан, қиыншылыққа шыдамастан тастап кетуі мүмкін да, енді ол. Ал ол үшін негізі білім керек қой, білім. Ал құрметті достар, яғни обязательно мастер болу қажеті жоқ. Сіз мастер балдар жалдайтын болсаңыздар, мастер балдар жалдап, солардан үйреніп, өзіңіз кәсіпкер болып кетуіңізге өзіңізге байланысты. Яғни бір айдың ішінде, бір жарым айдың ішінде, Мәкем айтып кеткендей, негізі бізде Шымкенттемізде, Шымкенттегілерді бәрі андай не дейді, шустрый деп айтады да. Негізі бізде сондай өнер бар да, қай жерден көрсек, соны істеп кетуге тырысамыз. Қазір мысалы негізі ютубта қанша роликтер бар, қанша негізі бәрін көрсетіп қойған. Ебі бар адам негізі ютуб роликтен үйреніп кетуге болады. Егер ютуб роликтен жаңа үйрене алмай, мен шурповерт ұстамағанмын, мен үйренгім келеді, бір кәсіпті жасағым келеді, үйрете аласыз ба? Үйретеміз. Қанша уақытта үйрете аласыз? Енді өзіне байланысты, қанша ақшаға үйретесіз? Негізі өйткені неге көбісі сұрайды? Неге тегін үйретпейсіңдер деп? Тегінін ешқашан нәтиже шықпайды ешқашан. Ақша бергеннен кейін адам уже ақша беріп қойдым дейді, одан кейін уже жаңағыдай ұмтылады жасауға. Дұрыс па? Иә. Сөйткені қаншаға үйретесіз, Мәке, өзіңіз? Ценаңызды айтсаңыз. Егер үйренем деп келетін болса, жігіттер, жас жігіттер келетін болса, үйренем деп, қандай адам болса да жасына байланысты емес, үйренем, маған үйрет деп келетін болса, 150 мың мен 300 мың аралығында үйретіп береміз. Сложностьқа қарап, Сложностьқа қарап. Құрметті достар, яғни 150 мың теңге мен 300 мың теңге аралығында келсеміз деп жатыр ғой енді. Бір ай үйренесіз, бір айдан кейін сіз бір айдың ішінде получается өз ақшаңызды шығарып аласыз.
яғни 500 мың теңге табатын болсаңыз сіз оқуға ақша төлейсіз, одан кейін жаңа енді инструмент сатып аласыз, инструментпен жетіп средний 500-600 мың теңгеге инструмент алса бастапқыда иә. Мақсат мырза, сіздерден қалған отходтарды, шишаларды, пластмассаларды оларды қайда өткізесіздер? негізі отходтар өз қабылдайтын жерлер бар. Подоконник, осы аспан фирмасының өзі де қабылдайды отходтарды. Өйткені оларға қайтадан өткізіп, ары қарай тағы да пайдаланады ғой. Алюминий ол алюминий енді итектеп жұртқа Алюминге өткізіп жібереміз. алюминге өткізіп жібереміз оны. Шишаларды қайда өткізесіздер? Шишаларды өзі шиша қабылдайтын жерлер бар. Сондай жерлерге өткіземіз. Килограмм қаншадан ол алады шиша мен Шишалар пластмасса? негізі основной шишалар біз қазір өткізіп жатқан жоқпыз олар. Бізде көп ондай расход шықпайды да шишадан. Мен естуім шишадан 8 теңге мен 10 теңгенің аралығы килограммнан. Сондайдан қабылдайды екен, бірақ өзім өткізген емеспін. Енді бастайын деп келатқан кәсіпкерлерге пластик тереземен айналсам деп келатқан или болмаса басқа кәсіппен айналсам деп жүрген жас кәсіпкерлерге қандай қосарыңыз бар? Егер де кәсіп бастайтын болса, қазір кәсіпкерлікті қолдап жатқан уақыт қой негізі. Қазір тем более мына президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі кәсіпкерлерге сондай субсидия аудару керек деп сондай жобалар құрып жатыр ғой. Негізі кәсіппен айналысып, адам өзі жеке өмір сүргенге жетпейді ғой негізі. Қалаған уақытында демалыс, Еркін адам боласың. еркін адам боласың. Қалаған уақытында демаласың, қалаған уақытында жұмыс істейсің дегендей. Клиент керек болса, клиент аласың, керек болмаса алмайсың дегендей да. Жеке кәсіпке жетпейді ғой. Өзің қожайын, өзің қожайын боласың, өзің қожа боласың. Есімің кім? Бексұлтан. Бексұлтан, жасы нешеде? 16-та. 16-та. Неше жыл болды істеп жатқаныңа? 3 жылдай оқып қалды. 3 жылдай оқып қалды. Молодец. Сонда неше жылдан бастадың? 8-ші класстан ба, 9-ші класстан. Жаңа Мақсат мырзаның баласы, үлкен баласы, главный мастер дейді. Жаңа біз мен сенбедік, жаңағы жас бала ғой, не істей алады дегендей. Бірақ жұмыстарын көрдік, бәрі аккуратный и не дейді андай стандарт качественный ғой жалпыша. Терезелер бағана ашып көрдік. Жаңағыдай бір объектке барған кезде жаңа орнатқан екен, сол ашып көрдік. Өте сапалы екен. Молодец. Bir күнде қанша терезе жасайсың, Бексұлтан? Bir күнде 10 терезе жасауға болады, келесі күн айнасын істеуге болады. Келесі күні күтуге болады. Айнасында өздерің істейсіңдер, иә? Айнасында өзім істейміз. Замоктарын бәрін өздерің орнатасыңдар ма? Полный өзім істейміз. Сендерге қалай төлейді ақшасын? Объеммен төлейді. Бір терезеге қанша төлейді? Bir терезеде квадратына 2000-нан төлейді. Квадрат 2000 теңгеден. Мына бір терезеде қанша квадрат шығады? Bir терезеде 1,5-2 квадрат. 1,5-2 квадрат. Соны мына бір терезе примерно 4-5 мың теңге, иә? 4-5 мың теңге. Айнасымен, қоюмен. Иә. Монтаж бөлек. Монтаж бөлігіміз бар. Бәрі ішінде, иә? Уже 5 мың теңгеге бір терезе жасайсыздар, орнатып бересіздер. Иә, полный істеп орнатып береміз. Қанша күнде үйренуге болады, қанша уақытта үйренуге болады? Жаңада келген үйретушіге бір аптада полный үйренуге болады. Бір аптада үйренуге болады. Ебі болса, иә? Иә, ебі болса. Көріңіздер жігіттер, мына не дейді? От деген жанып тұр да, жаңа үйренемін деп жатыр, үйрете аламын деп жатыр да. Ол жаңағыдай жас болғанмен, бірақ не дейді андай мотивациясы ұрып тұр ғой. Жұмыс үйрете аламын, жұмыс істей аламын деп та. Сізде қарап тұрсам, балдардың көбісі жұмыс жасайтын балдардың бәрі жас балдар сияқты да? 7-ші класс, 6-ші класс оқитын. 7-ші класс, 6-ші класс оқымайды, бұлар 10-11-де оқитын балдар ғой. 10-11-де оқитын балдар. Неге үлкен кісілерді алмайсыз? Неге бұндай майда балдарды аласыз? Бұлар специалист, таза мастер болып шықты да бұлар да. Істеп жатқандарына 2 жыл болды ғой. Почти 8-ші классынан бастапты ғой негізі. Істеп жатқандарына 2 жыл болды. Қазір специалист мастер любой фигураны шығарады. Мен тек қана клиент алып келемін да, материалдарды әкеліп тастап, чертежді беріп кетемін, болды. Құрметті достар, осындай балдардан үлгі алу керек. Жалпы қазір осындай 16 жастар, 15 жастар балдар көбісі телефонмен TikTok қарайды да. Жаңағыдай Free Fire дей ма, сондай бір ойындар атысып отырады. Мен сені өлтірдім ба деп болмайтын
ойнайды. Дұрыс па? Иә. Класстастарың да сондай шығар? Иә, сондай. Сені шақыра ма? Жаңа жүріп кеттік, барып келейік, ойнап келейік, футбол ойнап келейік. Иә, шақырады, мен оған бармаймын, бірақ мен ол балдарды осындай жұмыстарға тартамын. Өзің тартасың, үйретесің, иә? Иә. Мына құрметті достар, жалпы болмайтын жаңағыдай телефонмен, гаджеттермен, болмайтын ойындармен ақша келмейтін, лишний нерв, лишний энергияны алатын ойындармен ойнамай, одан да бір кәсіп үйреніп, нормальный ақша табуға болады. Айтып жатыр, бір күнде жақсылап істесе нақты 10 терезе жасауға болады. Енді, получается, бір айда 15 күн жұмыс жасайды да, 15 күн жаңа, неге 15 күн? Бір күн 10 терезе жасаймын дейді, ертесіне айнек салам дейді. Сонда получается, бір айда 15 терезе жасайды. Сонда бір айда 150 терезе жасайды екен, бір айда 150 терезе. 5 мыңға көбейткен кезде 600-700 мың теңге табуға болады, екі бала болды, 16 жасар бала. Құрметті достар, молодец. Ербақыт полный терезені құрастыра береді. Бексұлтан сияқты да, мастер. Елдос мына ручкаларды, мына жерде замоктардың бәрін полный Елдос салады. мына болады ғой. Елдос болады, осындайлар салады. Одан кейін маскиден сетканы, айнектерді пакеттей береді, дайындай береді. Кім жомарт, подсобник осы жігіттерге жәрдем береді и маскиден сетканы да істей береді. Аға подсобник. Аға подсобник. Сәл подсобниктан көтеріп қояды да. Будущий мастер ғой, будущий мастер болады, құдай қаласа. Бұл балалар орта есеппен қанша табады? Средний 150 мың мен 250 мың аралығында табады ғой. 16 жасар, 16 жасар балдар. Жомарт подсобник 60 мың табады ол. Оған енді күніне 2 мың теңге, 3 мың теңге солай төлейміз. Жақсы, молодец. Қазақстан келешегі осы балдардың қолында ғой негізі. Иә, құдай қаласа. Алла берекесін берсін Мақсат мырза сізге. Осындай кішкентай балдарды жұмысқа баулып, жұмыс үйретіп отқандарыңызға рахмет сізге, алғысымыз шексіз. Ауылда құр бекерге ойнап, әр жерде отырып, темекі шегіп, сондай жүрген балдардың бәрін кәсіпке үйретіп отырсыз. Алла берекесін берсін сізге. Рахмет сізге Мақсат мырза. Рахмет сіздерге де рахмет.